тас жолдар түрлі техникалық сипаттарына байланысты бірнеше санатқа жіктелетінен хабардармыз. Ал олардың ерекшеліктері туралы білеміз бе? Күрделі тақырыпты қарапайым тілмен тарқатайық. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында 24887 шақырым республикалық маңызға ие тас жол бар. Олар пайдалану талаптары мен қандай көліктердің қозғалысына рұқсат берілгеніне байланысты бірнеше түрге жіктеледі. Солардың бірі автомагистральдар. Автомагистраль ол басқа жолдармен бір деңгейлі қиылысы болмайтын, сондай-ақ автомобильдердің жылдам қозғалысына арналған тас жол болып табылады. Көліктік құралдардың жоғарғы жылдамдықты қозғалысына арналған осындай тас жолдардың бөліктері қарама-қарсы бағыттардағы қоршаулармен бөлінеді. Әрбір бағыт бойынша кем дегенде 2 жолақ болуы тиіс. Сонымен қатар автомагистральдің жиектері де кеңінен салынады. Автомагистральдарда велосипедпен, мопедпен, трактормен жүруге және де жаяу жүргіншілердің қозғалысына тыйым салынған. Сондай-ақ ірі габаритті және қауіпті жүк тасымалын жүзеге асыратын көліктердің қозғалысына да шектеулер бар. Алғашқы автомагистраль 1924 жылы Италия мемлекетінде Милан мен Верезе қалаларын өзара байланыстыратын болған. Ал біздің елімізде қазіргі таңда 4 автомагистраль бар. Ол Нұр-Сұлтан-Щучинск, Нұр-Сұлтан-Павлодар, Алматы-Қапшағай және Нұр-Сұлтан-Теміртау тас жолдары. Өзекті ақпаратпен таныс болу үшін біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жазылыңыздар.